Алматы қаласының жастары жемқорлыққа қарсы бүгін дәл осындай атаумен қаладағы 6 колледжден 500-ге жуық студент флешмоб өткізді. Олар бұл шараны оқу жылының соңындағы сессия кезіне әдейі сәйкестендіріпті. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Алматы қаласының жастары жемқорлыққа қарсы деген қала студенттері арнайы флешмоб ұйымдастырды. Негізгі мақсаттары жоғарғы оқу орындарындағы жемқорлықтың алдын алу болса керек. Міне біз жастар келіп отырмыз. Қазіргі кезде көптеген жастар осы коррупцияға қарсы акциялар өткізуде және соған белсене қатысуда. Міне сессия аяғы келіп қалды. Сол сессияда біз атсалысамыз деп келіп осы акцияға қатысудамыз. Студенттер ұйымдастырған ерікті флешмобқа Алматы қаласының сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауаттандыру және жұртшылықпен өзара іс-қимыл жасау бөлімі мен қалалық білім басқармасы да арнайы келді. Жастардың бұл әрекеті көңіл қуантарлық дейді олар. Маусым айында өткізіп отыру себебіміз бұл жемқорлық деген ұғым жастардың арасында, әсіресе колледж, жоғарғы оқу жастардың арасында сессия деген ұғыммен тығыз байланысты. Жемқорлық сессия кезінде іске асырылады дегендей мақсатпен. Айта кету керек, Алматы қаласында жалпы 83 колледж бар. Бұл оқу орындарында барлығы 45 мыңнан астам жас білім алуда. Ал осындай жемқорлыққа қарсы шаралар студенттердің сессиясы аяқталғанша түрлі форматта жалғаса бермек. Ақбота Мұсабек қызы, Дәурен Әбішев, Қазақньюс, Алматы.